Бұл Reddit'тегі қызықты фотолар айдары. Бұл жерде қарапайым адамдар жасаған қызықты фотоларды айтамыз. Менің екі көзімде де жартылай гетерохромия бар. Өте әдемі көрінеді екен. Ең қызығы түстер бір-біріне жақсы келеді. Менің досым тойдан дәл өзі секілді киініп алған адамды кездестіріпті. Олар бір-бірін танымайды да. Мынаны қыздар көрмесін. Олар той ортасында бір-бірін көзбен атып төбелес бастап кететін еді. Бұл менің 13 метрлік зарядкам. Меніңше бұл ең жай қуат алатын зарядка секілді. 9 сағаттай зарядтайтын сияқты. Мен қолымды Nike логотипі тәріздес пішінде күйдіріп алдым. Мына ғимаратты қақ ортасына кесіп тастаған сияқты көрінеді екен. Сенің миыңдағы интернет қатып тұрған сияқты. Сол үшін әлі дұрыс загрузка жасалмаған. Сәл күте тұр. Плакаттағы мына кісінің суреті жаңбырдан кейін қатты терлеп тұрғандай көрінеді. Африкалық Кувейт елінде қарды қолмен ұстап көретін жер бар екен. Ол жергілікті ойын-сауық орталығында орналасқан. Негізі Африка және Арабия елдерінде қысқы спорт түрлерін дамытатын орталықтар бар. Бұл қар солардың жарнамасы. Меніңше өте мықты жарнама секілді. Африка артта қалған деп айтады, бірақ мынадай жарнаманы көріп олай айтқым келмейді. Бұл біздің көшедегі көрініс. Дұрыстап қарасаңыз ол GTA 5-ке ұқсайды, бірақ бұл GTA емес. Бұл менің ойынға арналған құралым, джойстик плюс клавиатура. Құмырсқалар медициналық қолғапты жоғары қарай көтеріп жатыр. Неге керек екен оларға? Алыстан қарасаң біртүрлі, өзі қозғалып жатырған сияқты. Орманнан осындай гүлдеп кеткен Nike кроссовкасын тауып алдық. Бұл Пол Родригестің 2005 жылы жасаған Nike SB P Rhodes алғашқы кәсіби модельді аяқ киімдері деп тарих айтып кетсең. Мен кемпірқосақтың аяқталған жерін тауып алдым. Негізі сол кемпірқосақ аяқталған жерді қазса алтын шығады деген ескі аңыз бар. Сол үшін ана жерді қазып көріңіз. Қонақ үйдегі сабынмен қабырғаның түсі бірдей, қызық иә? Жоғалтып алсаң таппайтын сияқтысың ғой сабынды. Тарелкамды осындай идеальны қылып сындырып алдым. Өткен аптада Лондондағы бір пабтан осындай L әрпі пішінінде жасалған бильярд үстелін көрдім. Осыдан біраз жылдар бұрын осындай үстелде бильярд ойнадым. Кейін сол пабты жауып тастапты. Енді достарыма солай ойнадым десем сенбейді. Кейде ойланып жүретінмін. Мүмкін мен оны ішіп алып ойлап тапқан шығармын деп. Жақсы болды, сенің фотоңды достарыма көрсететін болдым. Жаңа жылдан қалған мини шыршаға бір құстың қонып жүргенін көрдік. Енді ол үй салып балаларын туып тастаған. Менің көршілерім үйлерін көшіріп жатыр. Иә, кәдімгі үйді толықтай көшіріп жатыр. Ал сенде қандай қызықты суреттер бар? Сілтемесімен бөлісуді ұмытпа. Қазір сен экранда 4 видеоны көріп тұрсың. Сол 4 видеоның біреуіне кіріп қарауды ұмытпа. Мен 10-нан 1-ге дейін санайтын боламын. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видеоға кірдің деп ойлаймын. Сәттілік.